Құрметті өмір күнделігі YouTube каналының тыңдармандары. Мен бір сыныптасымның өмірінен үзік сыр айтқым кеп отыр. Ол ақ маңдайлы, көзі ботаның көздеріндей мөлдір, қолаң шашы сұңғақ бойына жарасып тұратын сұлу еді. Сондай әдемі жүздің әдемі өмір мен отбасының сәнін келтіріп тұратын айдай сұлу келіншек болатынына қызғана қараушы да едік. Қызғана қарағанымыз бекер ақ екен. Сол сыныптасымды жақында көргенде аяп кеттім. Себебі тағдырын тыңдағанда Бауыржан Момышұлының сұлу қыздың ажары не бағы болады, не соры болады деген сөзі есіме еріксіз түсті. Оның ажары оған сор болыпты. Небәрі 30 жасқа дейін 2 рет тұрмысқа шығу деген бұл сорақылық шығар. Ал бір бағың жанбаса, онда қанша тұрмыс құрсаң да, отбасыңды сақтай алмасаң бәрі бекершілік екен. Сыныптасым Рабиға 11 сыныпты бітірген жылы жоғары оқу орнына түсе алмады. Ата-анасы оны қаладағы медициналық колледжге түсірді. Бетіндегі ажары барлық колледж жігіттерінің есін шығарып, ғашықтықтан олар артынан жүгіретін. Оны елейтін сұлу қыз бар ма? Рабиға сұлулығын пайдаланып, жігіттерді шыр көбелек айналдырып талаптарын жасатып алатын. Рабиға десе аяқ астына құлайтын жігіттердің барлығы үн шығармай айтқанын екі етпей орындайтын. Бірақ ешқандай жігітке үміт бермей кететін. Қалада студенттер күні аталып жатқан мерекеде Рабиға группалас достарымен кафеден қайтарда такси тоқтатады. Жүргізуші жігіт пысықтық жасап сұлу қызбен танысып сөзге тартады. Үйіне жетемін дегенше телефон нөмірін алып үлгереді. Күніге қызға хабарласып, сабақтан шығатын уақытын күтіп шығарып салып жүреді. Қашанғы шығарып салсын, бір күні арнайы кездесуге барып, жақын таныстыққа жалғасады. Рабиға негізінен қарапайым отбасына шыққан қыз. Оның бұл кемшілігін сұлулығы білдірмейтін еді. Аузы қисық болса да, байдың баласы сөйлесін деген, таксиде танысқан жігіті сымбатты болмаса да астында қымбат көлігі бар, байдың баласы болып шығады. Байдың баласына өзгенің байлығы не керек, қарапайым отбасынан шыққан қыздың сұлу мүсіні мен гауһардай жалт-жұлт еткен көркіне басы айналып ашық болады да қалды. Ол мүмкіндікті құр жібермеген Рабиға Мұратқа тұрмысқа шығады. Рабиға осылай ерте тұрмысқа шықты. Ол енді үйіне ешқандай салмақ салмайтын болды. Оқу ақысын төлейтін, киімін көк, тамағын тоқ ететін бай күйеуі бар. Рабиғаның арманы орындалып, ішкен алдында, ішпеген артында, группалас қыздарының қызғанышты көзіне шыққан сүйелдей баршылықта өмір сүрді. Ата-енесі де еркелетіп, күйеуі Мұратты аяғын жерге түсірмей машинадан тастамай жүрді. Сол арада Рабиға аяғы ауырлап дүниеге қыз баланы әкелді. Бітіруші курсты қызына қарап, күйеуі әр емізік уақытында оқуға шақалақта келіп жүріп диплом да алды. Осындай бал бұл өмірдің арасында Рабиға құр жүрмей келіндік образдан жалығып, жігіттермен сөйлесіп те, кездесіп те жүрді. Мұрат сезгенімен, сұлулықтың құдіреті күшті ғой, ол Рабиғадан айырылып қалармын деп кешіре берді. Алайда сұлу бикеш бұл жүрісін тоқтатпай өзге жігітпен шырмалып, соңы жар төсегіне сатқындық жасаумен аяқталады. Бір емес, бірнеше рет куә болғаннан соң ондай опасыздыққа шыдай алмаған Мұрат ажырасып тынады. Қызын керек етпеген Рабиға оны күйеуіне табыстап кеткен. Алғашқы жұбайлық өмірі осылай тез басталып, жылдам аяқталды. Бастысы, оқуымды бітіріп алдым дейтін Рабиға ат-тонын арқалап арман қуып Астанаға кетеді. Қаладағы ауруханалардың біріне медбике болып жұмысқа тұрады. Ондағы барлық дәрігер мен медағалардың көздерінің құртына айналады. Жан-жағынан дәрігерлер келіп тиіскенде, сұлу Рабиға басында дымын білдірмей, назар аудармай жүреді. Ойында біреудің құр қуыршақ емес, екінші рет дұрыс тұрмыс құрудың қамын ойлайды. Өзімен бір ауысымға түсіп, ылғи қасында жүрген бір дәрігер жігіттің өзімен қалай жақын танысып араласудың ебін таппай жүргенін бірден түсінеді. Жұмыстағы әріптестерінен сұрастыра келе жақсы, ауылдың жігіт екеніне көзі жеткен соң өзі әрекетке көшеді. Бір күні екеуі түнгі ауысымға түсіп, әңгімелесіп, жақын сырласады. Өткен өмірінде жасырмайды. Бірақ бар кінәні күйеуіне аударып өзін ақтап алады. Қызы туралы да үн қатпайды. Әлгі ауылдық жігіт Рабиғаның хас сұлулығына көзі байланып, кешіріммен қарап, үйленуге әзірленеді. Рабиға екінші рет тұрмысқа шықты. Барлық жиынды өткізіп, Астанаға жұмыстарына оралды. Бақылауда қарап отырған ата-ене жоқ. Өз биліктері өзінде еркін өмір сүреді. Екеуі отбасылық өмірдің қызығына бөленіп, жұмыс пен үйдің арасында өмірлері өтіп жатты.
Рабиға бала көтермейді. Рабиға жалыға бастайды. Алданар баласы жоқ. Жұмысы да ауыр емес. Өзіне бас дәрігердің көзі қашаннан түсіп жүргенін байқайды. Не керек, екеуінің арасында махаббат романы басталады. Ол романның отбасылы дәрігермен ұзаққа бармасын да сезген. Дегенмен тоқтата алмады. Бір күні түнгі ауысымдағы жұмыста күйеуі романның үстінен түседі. Олар айырылысты. Рабиға жұмыстан өз еркімен кетеді. Қалаға келген беті осы екен, мені кездейсоқ кездіріп қалады. Қанша жыл көрмеген сыныптасымды жолықтырғанда осындай тағдырын естіп ойға батып үйге қайттым. Расымен сұлулығыңды тек ақылмен пайдалана білмесең, атам қазақ құр шырайдан не пайда демей ме? Ақылына көркін, көркіне ақылын теңестіріп жүрген дұрыс екен ғой. Мүмкін тағдыр, мүмкін сын, не өзінің қолдан жасаған қателігі дерсің. Әйтеуір оның бағы жанбай-ақ қойыпты.